Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода қарастыратын тақырыбымыз бұл ОТ зонасы, яғни оптималды саудаға кіру туралы айтып беретін боламын. Жалпы бұны саудада қалай қолдану керек дұрыс, және графиктен қалай дұрыс белгілейміз, точка входаны қалай анықтаймыз, сол туралы айтып беретін боламын. Бірнеше графиктен бірнеше нақты мысалдар келтіріп сіздерге түсіндіруге тырысатын боламын. Ендеше видеомызды бастайық. Нақты графикалық мысалдарға өтпестен бұрын, ең бірінші бізге осы ОТ зонасын түсініп алуымыз қажет. Бұл қалай белгіленеді және бұны қалай настройкасын жасаймыз. Ең бірінші ОТ зонасын біз не үшін қолданамыз, сол туралы айтып өтетін болсам. Біріншіден, егер нарықта структуралық қозғалыс болып жатқан болса, яғни тренд кетіп бара жатқан болса, бір бағытқа қарай, көбінесе баға, яғни разворот жасайтын аймақ немесе бағаның баратын бағытталатын аймағы осы ОТ зоналарына дейін қозғалатын болады. Яғни мысалға өсіп бара жатқан тренд болатын болса, баға коррекция жасаған кезде көбінесе осы ОТ, яғни оптималды саудаға кіру аймақтарына қарай бағытталады. Және дәл осы аймақтардан баға көбінесе разворот жасайды. Және екіншіден, бұл бізге рискімізді азайтып, прибілімізді көбейтуге көмектеседі. Себебі, егер де сіз позицияға кіретін болсаңыз, мысалға сіздің рискіңіз көп болып кеткен жағдайда, онда сізге осы оптималды сауда кіру зоналары, яғни ОТ зоналары көмекке келетін болады. Бұл сіздің рискіңізді азайтып, керісінше пайдаңызды көбейтеді. Үшіншіден, өздеріңіз білетіндей, бізде нарықта маркетмейкерлер бұл манипуляция жасайды, нарықта стоптарды жинайды. Крупный игроктар манипуляцияларын осы ОТ зоналарына келген кезде аяқтап, ары қарай импульстық немесе белсенді қозғалыстар жасайтын болғандықтан, осы ОТ зонасын біз көбінесе графикте қолданамыз. Енді осының настройкасын қалай жасаймыз? Көп уақыт алмай, тек қана өзімнің настройкамды көрсетіп жіберейін. Осы жердегі біріншіден Fibonacci'ді тауып аласыз өзіңіздің. Екінші, оның настройкасына кіресіз. Мінекей. Кейін дәл осы менің белгілеп қойған, яғни осы настройкамды көшіріп алсаңыз болады. Бұл схематикалық мысалда мен екі тренд түрін сыз қойдым. Оның біріншісі восходящий тренд, ал екіншісі нисходящий тренд. Восходящий тренд кезінде біз структуралардың жалпы бұзылып жаңарып отырғанын күтеміз. Яғни әр структура жаңарған сайын бағаның коррекциясынан біз ОТ зонаға дейін бағаның қайтып келгенін күтетін боламыз. Мысалға, дәл осы мысалда бізде баға, яғни осы жақтағы структураны жаңартқаннан кейін коррекция фазасына өтті. Кейін дәл осы жерде бір манипуляция жасаған болатын, яғни баға өсіп бара жатқан сияқты, ол стоптарды шешіп, осы жердегі ОТ зонасынан импульспен жаңа структураны қалыптастырған болатын. Ол жерде де бізде баға уақытша структураны өзгертіп, кейін коррекция жасаған болатын, және осы ОТ зонасына келіп, тест жасап, ары қарай өсіп кеткенін көруге болады. Мінекей дәл осылай белгілейміз. Нисходящий тренд кезінде де дәл солай белгілейміз, тек қана оны жоғарыдан төменге қарай ғана жылжытамыз Fibonacci'ді. Мінекей дәл осы ОТ зонасына бізде баға келіп, тест жасап, ары қарай импульстік қозғалысын структураны жалғастырады. Осылай структура өзгергенге дейін белгілей берсеңіз болады. Бұл мысалда бағаның негізгі тенденциясы нисходящий екенін көріп отырмыз, яғни баға төмендеп бара жатыр. Енді қазіргі уақытта бағаның қозғалысына назар аударатын болсақ, біріншіден бізде дәл осы жерде маңызды максимум бар, яғни бұзылмау керек егер тренд жалғасатын болса. Екінші, баға дәл осы минимумға свип жасаған болатын. Бұл свип бізде бағаның разворот жасауы мүмкін екеніне бізге сигнал береді. Сондықтан егер шынымен де толыққанды баға разворот жасайтын болса, онда біз осы максимумға пробой болғанын күтеміз. Мінекей бізде баға толыққанды структураны өзгерткен болатын, яғни нисходящий трендтан бізде баға восходящий трендқа ауысты. Енді келесі біздің күтетін қозғалысымыз ол ОТ зонасын сызамыз, және сол аймақтан позицияға кіруге мүмкіндіктер іздейтін боламыз. Біріншіден осы swing low, яғни структураның бастапқы low нүктесінен бастап, осы жердегі higher high, яғни swing high нүктесіне дейін белгілейміз. Бізде баға ешқандай дискаунт зонасына да келген жоқ, осының алдыңғы сабағында айтқан, және ОТ зонасына да келмей, осы максимумын жаңартқан болатын. Сондықтан біз
OTE зонасын, яғни осы свинг хайға алмастырамыз. Ал бұл бізде ликвидность, яғни стоп хант болады, трейдерлардың стоптарын алып манипуляциялау үшін. Мінекей өте жылдам түрде баға осы аймаққа қайта келіп жоғары көтеріліп, бұл жерде баға агрессив түрде осы үш зонаның ең соңғы линиясына келіп тест жасап жатқанын көріп отырмыз. Енді ары қарай бізге дәл осы жерден лонг позицияға кірсек болатын еді. Лимитный ордерімізді осы 0.62 немесе 0.79, немесе егер баға толыққан сенімді болсаңыз, осы аймаққа дейін келеді де, онда 0.79 уровеніне қойсаңыз да болады. Бірақ көп жағдайда бізде баға осы 0.62 уровеннен разворот жасап жатады. Және біз таргетімізді осы внешний ликвидность, яғни осы максимумға немесе 2R қылып орналастырсақ болады. Ары қарай біз дәл осы аймақтан кірсек болады, немесе келесі кіші таймфреймнен подтверждение алып, сол аймақтан да позицияға кіруге болады. Рискті азайту үшін, сондықтан 1 минуттық таймфреймге өтейік. Мінекей бізде 15 минуттық таймфреймдегі OTE зонасына бағаның келгенін көріп отырмыз, және бұл аймақтан біз структуралық точканы іздейміз. Ол жер бізде қазіргі уақытта маңызды максимум болып тұрған осы нүкте, яғни дәл осы нүктеге пробой болатын болса, біз тағы да OTE зонасын пайдаланып лонг позицияға кірсек болады. Ары қарай бағаның қозғалысын бақылайық. Мінекей бізде өте белсенді түрде баға 0.79 уровеннен реакция алып, структураны өзгерткен болатын. Ендігі қалған қозғалыс бағаның коррекция фазасына өткенін күтеміз. Әзірге бізде баға коррекция жасап жатқанын байқап тұрған жоқпыз, тек қана ликвидностьтер жасап консолидация стоптарды жинап жатқанын көріп тұрмыз. Баға бізде дискаунт зонасына да түскен жоқ. Мінекей енді толыққанды коррекциялық қозғалыс жасағанын көріп отырмыз. Және бұл жерден де біз кіші таймфреймнен подтверждение алғаннан кейін бұл аймақтан да OTE зонасынан позицияға кірсек болады. Лимитный ордерімізді 0.62 уровеніне қойсақ болады. Стопты дәл осы старый минимумға қоямыз. Ал таргетімізді 2R қылып қойсақ болады. Немесе дәл осы 15 минуттық таймфреймдегі ескі buy side ликвидностьне орналастырсақ болады. Яғни кіші таймфреймнен кіріп отырған мақсатымыз бұл рискті азайту. Үлкен таймфреймде 15 минутта біз тек қана 2R ғана пайда таба алатын болсақ, ана ескі buy side ликвидностьне дейін, ал кіші таймфреймге кіріп растауды алып, сол аймақтан OTE зонасынан кіретін болсақ, бұл жақта біз шамамен 5-ке 1 пайда табуға мүмкіндігіміз бар. Енді бағаның отработкасын күтейік. Келесі мысалымызда бізде баға восходящий трендтан нисходящий трендқа ауысқанын көріп отырмыз. Осы аймақты жылжытып қарайтын болсақ, бізде баға дәл осы жердегі ликвидностьтерді толыққанды шешкеннен кейін, бұл жерде манипуляция болған, кейін свип жасаған осы ликвидностьке, buy side ликвидностьне, содан кейін толыққанды структураны өзгерткен. Содан соң баға OTE зонасына келген, мінекей 0.62 зонасына келіп тест жасап, ары қарай белсенді түрде консолидациядан кейін импульстік қозғалыс жасаған. Енді келесі бізде осы жерде тағы да структура бұзылған болатын. Осы структураның бұзылғаннан тағы да OTE зонасынан біз шорт позицияға кірсек болады. Мінекей. Енді бұл жерде біз мұны аймақта осы 0.62 уровеннен кірсек, стопты дәл осы максимумға қойсақ, және таргетімізді осы старый минимумға немесе 2R қылып орналастырамыз. Мінекей баға бізде take профитімізге жеткен болатын. Ал енді осы жерден кіретін болсақ, осы жерге орналастырамыз. Бірақ өкінішке орай біздің рискіміз көп, пайдамыз аз болып қалды. Немесе осы 2R қылып осы жерге дейін көбейтсек болады, немесе кіші таймфреймге кіріп, сол жақтан подтверждение алып, позицияға кіруге мүмкіндік бар. Енді біз қазір 1 минуттық таймфреймға өтеміз, және 1 минутта міне көріп отырғандарыңыздай баға консолидацияда екенін байқауға болады. Дәл осы максимумға баға свип жасаған, кейін структура әзірге бізде өзгермеген екен. Мінекей мына минимумға пробой жасайтын болса, баға ары қарай біз позицияға кіруге болады. Мінекей толыққанды бізде структура өзгерді. Мінекей дәл осы максимумнан бастап, осы минимумға дейін тартамыз, және дәл осы жерден шорт позицияға кіреміз. Стопты осы максимумға орналастырамыз,
ал таргетімізді осы минимумға қоямыз, сонда бізде 2-1 пайда табуға мүмкіндік болады. Мінекей осылайша бізде баға OT зонасына тест жасап, ары қарай біздің take профитімізге жеткен болатын. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.